Seni ренжіткен адам бар ма? Сөзімен жанында ауыртқан. Сеніміңді сындырып, өзіңе күмән тудырған адам. Мұндай сәтте көп адам бір ғана нәрсені ойлайды. Қалай кек аламын? Айқайлап па? Ұрысып па? Дәлелдеп пе? Бірақ шындық мынада. Ең мықты кек қарсы жауап беру емес. Ең мықты кек олардан әлдеқайда жоғары болу. Бірінші, эмоцияға ерме. Сені ренжіткен адам ең алдымен не істейді деп ойлайсың? Ол сені ашуландырғысы келеді. Өйткені сен ашулансаң, ол жеңдім деп ойлайды. Ашумен айтылған сөз сенің әлсіз тұсың. Сол сәтте ол сені басқарады. Ал сен эмоцияға берілмесең, сабыр сақтасаң, жай ғана үнсіз қалсаң, ол адам не істерін білмей қалады. Өйткені сен оның ойнаған ойынына кірмедің. Есіңде болсын. Үнсіздік әлсіздік емес. Бұл ішкі күштің белгісі. Екінші, өз дама жарқыра. Кейбір адамдар сені құлатқысы келеді. Неге? Өйткені сенің потенциалың бар. Ал оларда тек қызғаныш. Сен өскен сайын, алға жүрген сайын, олардың әрекетсіздігі көріне бастайды. Сол үшін олар сені тоқтатқысы келеді. Сені сенімсіз қылғысы келеді. Сені өз деңгейіне түсіргісі келеді. Бірақ сен тоқтама. Жұмыс істе. Үйрен. Дама. Жақсар. Сенің бір қадамың алға. Олар үшін бір қадам артқа. Үшінші, назар аудармау ең ауыр жаза. Кейде ең дұрыс шешім. Мүлде жауап бермеу. Ұрыспау. Ақталмау. Дәлелдемеу. Өйткені кей адамдарға жауап беру. Оларды маңызды етіп көрсету. Ал сен оларды жоқ сияқты қабылдасаң, олар өз құндылығын жоғалтады. Назар ең қымбат валюта. Оны кімге беретінін өзің шеш. Төртінші, өзіңнің ең мықты нұсқан бол. Өз-өзіңнен жарыс. Бұрынғы өзіңнен мықты бол. Кеше сен кім едің? Ал бүгін ше? Сені ренжіткен адамның сөзі сені сындыратын қару емес. Сені күшейтетін отын болсын. Ақылдырақ бол. Сабырлырақ бол. Мақсаттырақ бол. Сонда сенің өмірің олар үшін қол жетпес деңгейге айналады. Бесінші, шынайы бақыт ең үлкен жеңіс. Ең соңында бір шындық бар. Егер сен күліп жүрсең, өміріңді жақсы көрсең, өз орныңды тапсаң, сені ренжіткен адам жеңілді. Себебі ол сені сындырғысы келді. Ал сен күшейдің. Ол сені тоқтатқысы келді. Ал сен алға жүрдің. Ол сенің жылағаныңда қалады. Ал сен бақытты болдың. Сенің бақытты болуың ең ауыр, ең мықты кек. Қорытынды. Есіңде сақта. Кек алу бір сәттік қана жеңіс. Ал өз өміріңді жақсарту мәңгілік жеңіс. Өзіңді құрметте. Өзіңді таңда. Өзің үшін өмір сүр. Сен оған лайықсың. Ал сенің жеңісің әлі алда.